атым Сұлтанов Ибатолла дейтін болады. Рахмет, хабарласып тұрасыздар. Ал ауылдың үлкендері болсын сұрап отырсыздар ғой. Енді бұл Сарайшық топырағы қан ордасы дейді ғой. Негізінен енді қан ордасы ғой. Мен енді өзім осы Сарайшықтың тумасы болғасын 20 жылдан бері қарап шет жағасын білемін Сарайшықтың топырағын. Марғұлан келіп кеткені, келіп ең бірінші бастағаны ғой енді. Содан бері мына 61-де Мұсадап ағай келіп, ол кісі жалғастырды істі. Енді келіп бұл іс кешегі 99 жылы Иманғали келуіне байланысты Сарайшықтың осы музейі кісенесі бәрі салынды ғой. Өте орынды нәрсе. Болған жақсы ғой енді. Соның арқасында мына ауылымызға светімізді, газымызды бәрі келіп жағасып жатыр. Суға шейін бәрі шаруасы. Енді айтарым ол өткенде Қасымхан, енді Қасымханның несі қан ғой енді. Соны сүйегі Сарайшық топырағында дегенсін, соны іздеп жатсыздар, қарап жатсыздар. Өте орынды. Сол уақытта өз әулетіміздің аталарымыз, әкемнің ағасы сол біздерді жатқан еді. Соны енді сұрауларымыз бойынша себебі іздеу үшін кедергі болды. Сондықтан ол сүйекті алдырып, құрметтен дейтін қауымға апарып, сүйекті орнына ауыстырдық, оған өзіміз рұқсат бердік. Себебі енді музейдің жұмысы, археология деген сияқты жұмыстар жалғасып жүру керек қой енді. Өзіміз рұқсат беріп, сүйегімізді жаңа апарып, өзі арулап, өздеріңіз апарып қойдыңыздар. Рахмет оларыңызға да. Онсыз талайлар қалып жатыр ғой енді. Не айтайын енді, ол Сарайшық, ежелгі Сарайшық отырған қауым, сол бұрынғы қауым деп санаймын өзім. Ертеден келе жатқан, шыңғыс заманнан келе жатқан қала деп саналады негізі. Ал енді, бұл енді дүние жүзіне танылып жатқан Сарайшық. Біздер осы арада өскесін соған қуанамыз, мақтан тұтамыз. Айтарым тек сіздерге істеріңіз оң болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Ал бізге тек қанат бабамыз Қасымханның сүйегі табылып, сол абыройымызды көтере берсін дегім келеді. Ол болса бәрі де туризмде, бәрі де болады ғой. Соған қуанамыз енді. Не айтайын, еңбектеріңіз жемісті болсын. Соған біздер тілекшіміз.